Қалың әскерлер бір құпия жүк машинасын орталарын алып межел жерге апара жатып, шоперлар сонда осыншам әскерлермен қорғатып апаратын бұл сірә немене болды? Бәлкім ядро құралын шығар десіп келе жатқанда, байқаусызда алдарынан келе жатқан бір машинаға соғылып, жүк машинаны ақмайтында қопарылыс жасап, бір үлкен темір сандық 10 неше метр жерге ұшып кетіп еді. Бір әскер жоғары жақтағыларға хабарласып, болған жағдайды мәлімдеп, жоғары жақтағылары темір сандыққа жақындамаңдар деп бұйрық бергенімен, бір әскер сандықта не бар екенін көрмек болып, сандыққа жақындай қалып еді. Фильм ұнаса ақша жоқ беріп, мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын. Әсілінде сандық ішіндегі ғалымдардың тәжірибе жасап, тірілткен тірелігі болып, тіреліктер әскерлердің барлығына шабуыл жасап, тіреліктер тістеген әскерлерде шетінен тірелікке айналып, барлығы қалаға бетілады. Бұл кезде қаладағы адамдар ештеңеден хабарсыз болып, тіреліктер бір түннің ішінде бүкіл қаланың ойран топырын шығарып, қаладағы басым көп санды адам тірелікке айналады. Ертесінен бастап өкімет жақ бомбалаушы ұшақтармен қаланы бомбалаумен бірге әскерлерді жіберіп, тіреліктерге қарсы тұрмақ болғанымен, тіреліктердің саны өте көп болғандықтан, барған әскерлердің аман қалғаны болмай, тіреліктерді тізгіндей алмайтын дәрежеге жетеді. Сондықтан өкімет қаланы темір сандықпен қоршап, бірде-бір тіреліктің сыртқа шығып кетуінің барынша алдын алып, бүкіл Лас-Вегас қаласы тіреліктердің мекенін айналып қалады. Сонымен бірге өкімет жағы қала ішіндегі қамалған тіреліктерді қалай бір жайлету жайлы жақсы бір шешім шығара алмай, арадан бірталай уақыт өтіп, соңында қаланы ядро бомбасымен партлатып жіберейік деп шешім қабылдайды. Ал мына адамның аты Тоқыр болып, кезінде Лас-Вегастағы тіреліктерге қарсы күреске қатысқан әскер екенде, кейін белгілі себептермен әскерден шегініп, өзі бір кішкене асхана ашып алған екен. Бір күні асханасына көзінек таққан бірнеше адам кіріп келіп, олардың атаманы Тоқырға кезінде Лас-Вегаста 200 миллион Америка долларындық нағақшам қалған, тірелік таралған күні ақшаларымды алуға үлгермей қашып кеткен болатынмын. Егер сен Лас-Вегасқа барып айтқан жерімнен ақшаларымды алып келіп беретін болсаң, 50 миллион сенікі деп еді. Тоқыр кезінде тірелік таралғанда әйелін тіреліктер тістеп алғандықтан, әйелінде тірелікке айналуын қаламаған ол өз қолымен әйелін өлтіргенін қызы көріп қалып, содан бастап қызы өзіне дұрыс позицияда болмай жүргенін ойлап, егер ақшаны алып келсем 50 миллионға ие болам, оны қызыма беріп, қателігімнің орнын толтырумен бірге қызымның өмір бақи алаңсыз өмір кешуіне кепілдік болады ғой деп жаңағы саудагерге мақұл болады. Әрине тірелік толған Лас-Вегастан ақшаны алып шығу оңай ауыспақ шаруа емес. Сондықтан Тоқыр сенімді серіктерінен бірнеше адам жиып саудагердің алдына алып келіп еді. Саудагер оларға: сендердің тек 32 сағат уақыттарың ғана бар. 32 сағаттан кейін үкімет қалаға ядролық бомба тастайды. Дереу аттаныңдар деп Тоқыр серіктерін ертіп қала қорғанына кіре бергенде, бұндағы қызметкерлер келтегүлдегі мына қызды бұл қала ішінің жағдайын анық білет, сендерге жол бастаушы бола алады деп оны Тоқырларға қосып береді. Осылайдан олар берік сеніммен қала ішіне қадам басқандарында айнала тіреліктердің мәйіттерімен толып қалған болып, келтегүл бұлар күн нұрынан кеуіп осылай болып қалған, жаңбыр жауғанда денелеріне су тисе қайта тіріледі деп қаланың іш жағына бет алғандарында алдарынан тірелікке айналған бір алып қабылан шыға келеді.